Бүгін біздер зертханалық тәжірибе жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің зертханалық тәжірибеміздің тақырыбы түрлі түсті көпіршіктер. Ал енді ол көпіршіктерді қалай жасаймыз? Ол үшін біздер алдымен қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Солай ма? Қауіпсіздік ережесін сақтаған кезде біздер мына суды бір-бірімізге беріп жатқан кезде немесе мына түрлі түсті бояуларды не істемеуіміз керек? Бір-бірімізге мұқият беруіміз керек, және де оларды аузымызға салмаймыз. Және де оларды не істемеуіміз керек? Көз алдымызға жақындатуымызға болмайды да. Ал бізге керек бүгінгі тәжірибемізді жасау үшін қандай құралдар керек болады бізге? Ол үшін бізге алдымен су керек болады, және де ас содасы, сосын лимон қышқылы, және де түрлі түсті бояғыштар керек болады. Ал енді барлығымыз алдымыздағы стақанымызға суды құйып алайық. Енді алдымыздағы түрлі түсті бояғыштарды олында құямыз стақанымызға. Менде қара түс шықты, түгел жібереміз стақанымызға. Қызыл шықты, қасығымызбен былғаймыз. Содасын салайық. Тағы да кішкене сал керек ғой. Тағы да кішкене сал. Қарастырамыз. Мұны бұрғай берсек, бұл жерде біздер не пайда болады сізді? Бұрғаған сайын бізде көпіршіктер пайда бола бастайды да? Жақсы. Балалар, біздер не жасап шықтық сонда? Сабын көпіршіктерін жасап шықтық, солай ма? Бұл жерде бізде көмір қышқыл газы бөлініп, бізде не пайда болды? Көпіршік. Әдемі түрлі түсті көпіршіктер пайда болды да?